Қайырлы кеш әріптестер, бұдан 40-50 жыл бұрын зейнеткерлер барлық істен қол үзген бала-шағасының алдында тыныш қана өмір сүретін қажыған қария сияқты болып көрінетін. Алайда бүгінде жағдай өзгерген. Қазіргі зейнеткерлердің белсенділігі жоғары. Бұрын 80-нің сеңгіріне шыққан шетелдік зейнеткерлердің ел аралап саяхаттап жүргенін көріп таң қалатынбыз. Қазір мұндай үрдіс бізде де қалыптаса бастады. Армағайын. Демограф, психолог, әлеуметтанушы мамандар адамның жасы біртіндеп ұлғайып жатқанын айтуда. Осыған байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамның жас ерекшеліктерінің шегін қайта бекітті. Енді жастық шақ 25-44 жасқа дейін созылады. Одан әрі 44 жастан 60-қа дейінгі кезең орта жас болып есептеледі. 60-тан 75-ке дейін егде жас деп аталса, тек 75 жастан 90 жасқа дейінгі кезең кәрілік немесе қарттық шақ болып белгіленген. Ал 90-ның биігіне шыққандарды ұйым көп жасаған адамдар деп атайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының британдық актуарийлер институтымен бірлесе жасаған есептеулері бойынша, елімізде зейнетке шыққаннан кейінгі орташа өмір сүру ұзақтығы ерлер үшін 80 жасқа, әйелдер үшін 82 жасқа тең. Бұл жақсы көрсеткіш дейді мамандар. Ал қарттық шақ қамсыз өту үшін еңбекке араласқан уақыттан бастап, болашаққа қор жинау мәселесін ойластыру қажет. Оны қордың кәсіби кеңесшілерімен бірге жоспарлап, қаражат жүйеудің тиімді жолдарын ойластыруға болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өткен жылы сәуір айында дербес кеңес беру қызметін іске қосты. Ондағы мақсат халық арасында зейнетақыны жоспарлау мәдениетін қалыптастыру. Қазір бұл қызмет жұртшылық арасында танымал болып жатыр. Болашағын ойлаған азаматтар қордың жергілікті филиалына келіп, мамандардан ақыл кеңестер алуда. Мысалы, биылғы жылдың 9 ай ішінде зейнетақыны жоспарлау бойынша қор филиалдарында барлығы 358 мыңнан астам ақыл кеңес берілді. Бұл ретте қор сайтындағы зейнетақы калькуляторының көмегімен әрбір салымшының болашақ зейнетақысы есептеледі. Интернетті еркін қолдана білсеңіз, зейнетке шығуды үйде отырып жоспарлауға болады. Бұл жұмысты жеңілдету үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арнайы зейнетақы калькуляторын іске қосқан. Оны қолдану үшін қор сайтына кіріп, электронды қызмет көрсету бөлімін таңдап, зейнетақы калькуляторы батырмасын басамыз. Ашылған бетті толық толтырып, нәтижесін тосамыз. Мысалы, 1979 жылғы ер кісіні алайық. Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне соңғы 21 жыл бойы қатысқан, алайда 1998 жылға дейін оның жұмыс өтілі жоқ делік. Орташа жалақысы 150 мың теңге, жинақтарының сомасы 5 миллион теңге болсын. Қор калькуляторы қолға тиетін болашақ зейнетақыны 3 сценарий бойынша есептеп береді. Оның нәтижесі бойынша бұл кісі жоқ дегенде ай сайын 110 мың теңге, реалистік көзқараспен 127 мың теңге, ал оптимистік тұрғыдан қарайтын болсақ 149 мың теңге зейнетақы алып отырмақ. Бір ескеретіні, бұл көрсеткіштер 2019 жылдың бағаларымен көрсетілген. Байқағандарыңыздай, зейнетақы калькуляторында ерікті жарналар деген тарау бар. Оны толтырып, болашақ зейнетақы төлемдерінің қалай өзгеретінін бақылап көрейік. Мысалда келтірілген кейіпкеріміз ай сайын жалақысының 10%-ын зейнетақы қорына қосымша аударып отырды делік. Бұл жағдайда оның ай сайын алатын зейнетақысы 149 мыңнан 203 мың теңгеге бірақ көтеріледі. Яғни міндетті зейнетақы жарналарының үстіне ерікті зейнетақы жарналарын қосып отырсаңыз, болашақ зейнетақыңыз айтарлықтай жоғары болады. Халықаралық еңбек ұйымының талабы бойынша зейнеткерлердің зейнетақысы олардың зейнет жасына дейінгі алып жүрген орташа айлық жалақысының кемінде 40%-ын құрауы керек. Ал оны іске асыру үшін қорға міндетті жарналармен қоса ерікті жарналарды да аударып отырған абзал. Ерікті жарналар шотта бекерге жатпайды, үнемі ұлғайып отырады. Өйткені әртүрлі қаржы құралдарына инвестицияланады. Сәйкесінше шотқа күн сайын инвестициялық табыс есептеледі. Оның үстіне аударатын жарнаңыздың мөлшерін және аудару жиілігін зейнетақы қорымен келісе отырып өзіңіз белгілейсіз. Зейнетақы жинақтарыңыздың көлемі қомақты болса, оны сақтандыру компаниясына аударып, зейнетақы аннуитеті шартын жасауға болады. Аннуитеттің артықшылығы сізге мерзімінен бұрын зейнетке шығуға мүмкіндік береді. Оны биыл әйелдер 51 жастан, ал ерлер 55 жастан бастап рәсімдей алады. Қаражатыңыздың оған жетер-жетпесін, қанша қаражат керектігін тағы сол зейнетақы калькуляторы арқылы есептеп шығуға болады. Бұл тарау жинақтарды өмірді сақтандыру бойынша компанияға аудару деп аталады. Осылайша әркім өзі үшін аннуитет алуға рұқсат етілген ең төменгі жинақ сомасын анықтап ала алады. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.